Қабыл болмайтын амал. Сахабалармен отырған бір күні Мұхаммед пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам қиямет жайлы сөз қозғады. Толассыз айтылған әңгіменің бір ұшығы адамның бұл дүниеде жасаған амалдарына барып тірелді. Қиямет күні бір шама адам тахаманың үлкендігіндей сауап арқалап келеді. Бірақ олардың амалдарын Аллах тағала жоққа санайды. Бұны естігенде бойын үрей билеген Сәлім Хузафа радиаллаху анху: «Уа Аллахтың құрметті елшісі, әке-шешем жолыңа құрбан болсын. Олардың қандай адамдар екенін айтпас па екенсіз? Аңдаусызда солардың бірі мен болып қалмайын деп қатты қорқып тұрмын» деді. Сонда пайғамбарымыз оған: «Әй Сәлім, олар ел қатарлы ораза ұстайды, намазды оқиды. Алайда харамға тап келгенде жаратушыдан қорықпайды. Міне, Аллах тағала осындайлардың амалын қабылдамайды» деді.